Біздің университет 10-нан астам өңір бойынша педагогикалық сыныптарды ашқан. Оның мақсаты педагог мамандықтардың танымалдылығын, тартымдылығын арттыру. Соның арқасында қазір педагогикалық сыныпта оқып жатқан ұл-қыздардың саны өсіп келе жатыр. Болашақта осы біздің университетімізге немесе педагог мамандықтары бар университеттерге барып оқиды деген үмітіміз бар. Біздің мақсатымыз елімізді көркейту, саналы, парасатты азаматтарды қалыптастыру. Біздің мектепте 8-ші сыныптан бастап педагогикалық сынып ашылды. 8-ші сыныпта мен осы педагогикалық сыныпқа қабылдандым. Осы жылдар бойы мен олимпиадаларға қатыстым, ғылыми жобаларға қатыстым, биология, география пәндерінен. Қазіргі таңда мен Әлкей Марғұлан атындағы университетінің студенті болып табыламын. Жалпы маған педагогикалық сынып өз мамандығын табуға, жалпы сенімді арттыруға, армандаған мамандығына түсу өте үлкен әсер қосты. Биыл 25-26 оқу жылында осы педагогикалық сынып жобасының жұмыс жасап жатқанына 5 жыл болады. Жобаның мақсаты ауыл мектептерінің кадр мәселесін шешеді дегенбіз. Екіншіден, ауылдан шыққан балалардың мамандық иесі болып, ұстаз болып, өз туған ауылына келіп мектебіне қызмет ету негізгі мақсатымыз осы болатын. Бүгінгі күні оқушыларымыз биылғы 38 оқушы мектеп бітірейін деп отырған оқушыларымыздың 11 оқушымыз педагогика мамандығын осы Әлкей Марғұлан атындағы университеттің студенті боламыз деп тілек білдіріп отыр.